Құрметті қалайық, өздеріңіз білесіздер, қазақ халқының бір атауы Қыпшақ. Яғни Қыпшақ деген ел, Қыпшақ деген тайпа күшейген. Содан барып бүкіл қазақтың атына сол Қыпшақтың аты таңылды. Өйткені сол қыпшақтар ерлік көрсеткен ғой. Соның барлығын көрген анау арабтар тарихқа Қыпшақ деп жазған. Өйткені мысалы үшін Ақтөбе жақтың қазақтарында Қыпшақ десе, анау Өзбекстан Самарқанд жердегі қазақтарды Қыпшақ деп жазған. Анау бейбарыс туралы тарихта мысалы үшін Самарқандта Қыпшақтың оғландарын, Қыпшақтың балалары саудада болды деп жазады. Яғни батыр халық, қаһарман халық, содан жаңағы жасөспірімдерін теріп алып, жаңағы көзге түскен өжет батырын батырлыққа, жалдамалы әскерге алып кетіп отырған ғой, Бағдат жаққа. Содан барып жаңағы соның бірі бейбарыс шығып отыр. Енді бір легендасы бойынша солай байбарыстың шығуы, негізінде бейбарыс емес, байбарыс. Енді қазақ халқының тағы бір атауы бар. Ол атауын ешкім айтқысы келмейді. Ол атауын айтатын болатын болса, аждаһа оянады. Яғни бүкіл дүниежүзін жалмап жұтқан, бүкіл дүниежүзіндегі құлдық жүйені, әділетсіздіктің бәрін жалмап жұтқан аждаһа оянады. Рас, күлкі емес. Өйткені қазақ халқын ең бірінші аждаһа теңеген Қытай болған, жұңға халқы болған. Өйткені жаңағы қолдарына ұстаған бөрді байрақ, аждаһаның басы да көтеннен артынан тарқаған шұбалған шүберегі оларға айдаһар болып көрінген ғой бәрі. Содан барып аңызы шыққан айдаһардың. Ал неге олар бүкіл дүниежүзін жалмап жұтқан? Себебі сол ғұн заманынан, тіпті анау алтын адам замандары бар ғой, жаңағы қазылып жатқан барлығы 2200-2400 бұрын шыққан. Көрдіңіздер, алтын адамдар болған 2200-2400 қазып алған даталар келеді. Яғни сол ғасырларда, сол эпохада, сол дәуірде біздің ата бабалар жер бетінде салтанат құрған. Сол заманда ғой ана Индия, кешесіздер, анау Америка құрлықтарын өтіп жүрген Мексика жаққа, анау бар ғой Перудағы, алдында бір айттық видеода, Перудағы түркі жазуларға бәрі сол заманда кеткен. Сол кезде бүкіл дүниежүзіне салтанат құрған. Содан бері және 1700 жылға дейін соңғы болып қазақ хандығы қалғанға дейін жер бетіне үстемдік кеткен біздің бабалар түгел. Әртүрлі атаумен, бір жерде татар, бір жерде қара татар, бір жерде бір заманда ғұн, бір заманда қыпшақ деп сөйтіп атала берген. Соның ішіндегі қазақ халқының екінші бір атауы, оның былай айтқан кезде енді Қытай, немесе Қытай. Және бір атауы, енді бәріңізге ұнамаса да оны айтуымыз керек. Біз тек қана сол тарих арқылы осы тарихымызды өзімізге қайтадан алып алып, соның рухын, духын, энергиясын қабылдайтын боламыз. Ол Найман мемлекеті. Хоть ренжімеңіз, ол факт. Бірақ Найман деген мемлекет, ол рудың атауы емес, ол мемлекет. Осыны мықтап түсіну керек. Яғни қазақ халқының екінші бір атауы Қытай, ал ежелгі атауы жаңағы Оғыз патша замандағы, Ғайса пайғамбар тұсындағы замандағы атауы ішкі оғыз. Скуз деген, скиф деген солар көрдіңіздер ме? Скузы деп ана не жақтағылар айтқан, жүйіттер айтқан. Жүйіттер олардың өлердей қорыққан. Және олардың діни кітабында жазылған. Солардың діни кітабында анау Еремей деген жазбасында мен сіздерге көрсеткен, мен тиктогымда ақтарсаңдар шығады. Мына скиф деген халық, ішкі оғыз деген халық, яғни скуз, скиф, соларды алып келіп сендердің әкелерін танытам деген жазуы бар екен аның ішінде. Еремей жазбасында сол 2000 жыл бұрынғы, көрдіңіздер ме? Сонда қарап отырсаңыздар, біз қазақ халқы айтқан кезде эпохальный дейді ғой, бір сондай бір керемет мыңдаған жылда бір болатын үлкен апатқа ұшыраған халықпыз. Яғни бізді мыңдаған жыл бойы күйретуді армандаған күштердің құрбаны болған халықпыз. Түсіндіңіздер ме? Мыңдаған жыл бойы армандаған. И соны 18 ғасырдан бастап 1840 жылға дейін, яғни қазақ халқы толығымен патшалық Ресейге бағынып қалғанға дейін күйреткен. Яғни 100 жыл бойы жеңген ғой, 1740 жылдан 1840 жылға дейін 100 жыл бойы алмай барып алған. Жай әлсіреп қалған мемлекетті 100 жыл бойы әрең алған. Ал қуатты болып тұрған кезде оны мүлдем алмас еді. Сонда кімдер дұрыс айтады, анау әлі жоңғардың бір батыры айтты, біз қазақпен біріксек, онда бүкіл дүниежүзін алушы ек деген сөзі бар кәдімгідей. Ал жаңағы жоңғарлардың авангард әскері, ол біреуі көшеуіт Найман болған, екіншісі торғауыт Найман болған. Ана мүйіз тағып жүргеннің барлығы сол көшеуіт Найман мен жаңағы торғауыт керейлер. И жаңағы буддист болып кеткенде
будда дініне қатты азғырған қазақтарды. Алдыңғы бір видеоларда айттым ғой, қателеспесем, жаңа факт шықты. Қазақтарды қатты буддист еткісі келген ғой, ана кімдер жоңғарлардың қолымен Тибетке дейін, кімнің қолға түскен біздің атақты Тәуке ханның ұлын Тибетке алып кетіп, сонда оқытып, қолға түскен қазақтармен алып келген кезде 200 шақты отбасы дей ме, Тәуке ханға алып келген ғой. Мә ұлың енді қарсы ал деп, ол уже буддист болған. Тәуке хан түгел басын алған екен, ұлымен қосып. Көрдіңіздер ме? Сол кезде айтқан кезде сондай ірі событиялар болып жатқан кезде болып жатқан, и сонда біздің жаңағы қазақтың жаңағы бір батыр екі руы, батыр екі халқының, яғни ұлысының, керей мен найман деген ру емес, ол ұлыс, соның екі бұтағы жоңғар болып кетіп тұр ғой, және буддистердің авангард әскері болып кетіп тұр ғой. Солардың қолымен біздің өзімізге қарсы шапқызған. Қазіргі заманда да сол саясат жүріп жатыр ғой. Тарих деген осы үшін керек қой. Қазіргі заманда да мысалы үшін анау жат елдің діннің ағымын алып келіп біздің елімізге, өзіміздің бауырларымыздан өзімізге жаулар жасап жатыр ғой. Сіздер осы жағдайда көбінде айтасыз, тарих не үшін қажет? Тарих не осы үшін қажет? Сол заманда Тәуке хан солай күрескен, сондаймен. Көрдіңіздер ме? Содан негізгі тақырыпқа оралсақ, қазақтың мына Ұлытау жерінен бастап шығысқа қарай, халықтың шығысқа қарай орналасқан бөлігінің атауы ішкі оғыз болған ежелден. Сол мықтаптан еске түсіріп сақтау керек. Сонымен қатар қазақтың Найман деген мемлекет болды. Найман деген мемлекет, тағы да айтамын, ол бір ғана рудың мемлекеті емес, ол бүкіл қазақтың мемлекеті. Жаңағы оңтүстік шығыс Қазақстанның азаматтары ғой, солардың мемлекеті. Оның жазуы болған, оның ауыр әттестіктері болған, оның таможнясы болған, кедені жазуы болған, канцеляриясы болған. 13 ғасырда бәрінен бұрын жаңағы Совет үкіметінің мемлекеттің ішіндегі ең керемет мемлекет тарихы бар. Сол біздің қазақ жері болған. Осыны біз қоярда қоймай, жаңағы ашып түбін соны тарихқа кіргізуіміз керек. Түсінесіздер ме? Анау Найман мемлекеті құлап қалғаннан кейін барып пайда болған, анау керей, меркіт деген. Барлық ішінде болған керей деген ол негізінде үкімет үйінің иесі деген сөз. Ол жаңа Уан хан бөліп алып жүрген. Ол ерістің бастауында болған. Әйтпесе барлық бір халық болған. Жаңағы Шыңғыс хан осының шыққан, осының ішінен шыққан. Қият руы, Барлас, жаңағы Әмір Темір, соның ішінен шыққан, түсінсеңіз. Тарата тұрыңыздар видеоны, маса. Рахмет.